Баршаңызға сәлем достар. Егерде үйлеріңізде айран болып, оны не істесем болады екен деп бастарыңыз қатып отырса, дәл осы менің рецептіммен оладьи жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, пышный болып шығады. Ыдысымызға айранымызды құямыз. Айран міндетті түрде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Оның үстіне тұз саламыз. Қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз да бөлме температурасында болуы керек. Келесі кезекте електен өткізе отырып, ұнымызды қосамыз. Бізде осындай қоймалжың масса болады. Оның үстіне жарты шай қасық ас содасын саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға аздап сұйық май құйып, бір ас қасықтан сала отырып, асықпай әдемілеп пісіретін боламыз. Оладьиміз керемет болып шығады, жұп-жұмсақ, сондай үлпілдек, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса, маған каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.